Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сандар қатарының өзгеру құлашы, модасы, медианасы деген тақырыпты үйренетін боламыз. Қазір мен есеп шығарудан бастап көрсетейін. Тақтада бізде 1229 есеп В деңгейдегі мынандай наурыз айындағы ауа температурасы көрсетілген. 14 градус, 16 градус, 17, 14, 15, 17, 20. Яғни осы аралықтарда болып тұр. Өзгеріс құлашы деген не? Бірінші осы сұраққа жауап берейік. Мінекей мынау сандардың қатары, осы сандардың қатарының өзгеру құлашы деп, мына сандардың ішіндегі ең үлкенін алуымыз керек. Бірінші ең үлкені бізде 20 градус. Және ең кішісін табуымыз керек. Ең кішісі бізде 14. Енді ереже тыңдаймыз. Сандар қатарының өзгеру құлашын табу үшін сандар қатарындағы ең үлкен санды аламыз да, одан ең кіші санды алып тастаймыз. Сонда бізде қалады 6 градус. Демек, мына сандар қатарының өзгеру құлашы 6-ға тең екен. Екінші сұраққа жауап береміз. Мода. Модасы деген не? Қараймыз. Модасы деген сөз былай қарағанда өзімізге түсінікті де, көктем шыққанда, жазда адамдар үстеріне киетін киімдері өзгеріп отырады. Мысалы, биылғы сәнде қандай киімдер? Биыл не мода болып жатыр деп айтады ғой. Көбірек киетін киімдердің түрі мода болады. Сол сияқты мына сандар қатарындағы ең көп кездескен сандар модасы деп атаймыз. Ал қарайық, 14 деген сан 2 рет кездескен, біреу, екеу. 15 деген сан біреу, 17 деген сан бізде екеу, 16 деген сан біреу, 20 деген сан біреу. Демек, бұл жердегі сандар модасы 17-ні алуға болады және 14-ті алуға болады. Егер бір ғана сан көбірек қайталанса, сол бір ғана санды аламыз. Егер екі сан, екеуінің деңгейі қайталану деңгейі бірдей болса, сол сандарды аламыз. Яғни екеуі де мода болып тұр деген сөз. Үшінші, сандар қатарының медианасы дейді. Сандар қатарының медианасын анықтау үшін, балалар, алдымен мына берілген сандар қатарын өсу ретімен немесе кему ретімен реттілікпен жазамыз. Біз кему ретімен жазсақ та болады, 20-дан төмен қарай түсіп, немесе 14-тен жоғары өсу ретімен жазайық. 14 градус. Келесі тағы да 14 градус бар. Одан кейін 15. 15 бізде бір рет, 16. Бір рет болып тұр, 17, 2 рет. 18 жоқ, 19, 20. Қазір қателесіп кетпейік. Санап шайық. Біреу, екеу, үшеу, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мінекей түгел. Енді осы жазып шыққан, яғни өсу ретімен жазып шыққан сандар қатарын санаймыз. Тақ па, жұп па? Егер тақ болса, мінекей, жетеу болып тұр ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осының қақ ортасындағы санды аламыз. Ол қақ ортасындағы сан бізде 16. Яғни екі жағындағы сандар тең болу керек. Сол жағында 3 сан, оң жағында 3 сан. Демек, мына сандардың медианасы, оны мед деп қояйық. Медиана тең 16 градусқа. Енді мынандай сұрақ болуы мүмкін. Ал егер сандар қатары жұп болса, қалай оның медианасын анықтаймыз десе, онда сандар қатары 7 емес 8 болса, онда 8-дің оң жағында 4, сол жағында 4 ортасында қалағанда ешқандай сан тұрмайды ғой. Сол ортасындағы 2 санды қосып 2-ге бөлеміз, яғни арифметикалық ортасы. Мысалы, мына жерде 8 сан тұрса, мінекей мына жерде үшеуін былай қарай, тағы үшеуін былай қоямыз, ортасында 2 тұрады ғой. Сол 2-ді бір-біріне қосып 2-ге бөлеміз. Мінекей біз 1229 есепке жауап бердік. Келесі есеп бізде 1228-ді қалдырып кетіп едім, соны шығап көрсетейік. Сандар қатарының медианасын табыңдар дейді. Мұқият қараймыз. Мына сандар қатары бізге бірден мына тұрғыда оңай көрініп тұрған жоқ. Бөлшектер және олардың бөлімдері де алымдары да әртүрлі. Сондықтан бұл сандарды
қалай реттілікпен жазамыз? Алдыменен 3, 6, 12, 4 мінекей мына тұрған соңғы тұрған төртеуін ортақ бөлімге келтірейік. Бұл үшін төртеу үшін ортақ бөлім бізде 12 болады. Демек, біз былай жасайық. 12. 3-ті нешеге көбейтсең 12? 4-ке ғой. 12. Онда 2-ні де 4-ке көбейтеміз. 12-ден 8. Демек, мінекей былай деп арасына сықша қойып қояйын. 3-тен 2 деген бөлшегінің орнына 12-ден 8 деген бөлшекті алдық. Ұмытпаймыз, алымын да бөлімін де 4-ке көбейттік. Ал 6-дан 5-ті 12-ге келтіру үшін 2-ге көбейтеміз. Алымын да 2-ге, бөлімін де 2-ге. 12-ден 10 болады. Ал 12-ден 7 өзі дайын тұр. 4-тен 9-ды 3-ке көбейтеміз, 12-ден 4-тен 3-іміз 12-ден 9 болады. Ал 9-дан 1-ді осы күйінде қалдырайық. Мінекей, мына 4 бөлшекті салыстыру оңай, ал 9-дан 1-ді салыстыру үшін осы 4 бөлшектің ішіндегі ең кішісі бізде 12-ден 7 ғой. Мына жерге былай есімізге түсірек, 9-дан 1 мен 12-ден 7. Осы екеуін салыстырып алсақ, біз оңай табамыз. 1 мен 12-ні көбейтеміз, 12, оны бірінші бөлшектің астына жазамыз. 9 мен 7-ні көбейтеміз, 63, оны екінші бөлшектің астына жазамыз. Мінекей 12-ден 63 кіші, онда 9-дан 1, 7-ден 12-ден 7-ден кіші. Олай болатын болса, мінекей мына 9-дан 1-імізді білдік, сандардың ішіндегі ең кішісі екен. Қазір осы сандарды реттілікпен өсу ретімен жазайық. Демек, ең кішісі 9-дан 1 болды. Екінші сан салыстырамыз. Барлығының бөлімдері бірдей, онда алымдары ең кішісін аламыз. 12-ден 7 ғой. Ал 12-ден 7 деген өзі біздің сандар қатарында 12-ден 7 болып беріліп тұр. Одан кейін 12-ден 7-ден кейін үлкен 12-ден 8. Ал 12-ден 8-ді біз 3-тен 2 деген бөлшекпен ауыстырдық. Келесі 12-ден 9, 12-ден 9-ды біз 4-тен 3 деген бөлшекпен ауыстырдық. Келесі 12-ден 10, 12-ден 10-ды біз 6-дан 5 бөлшекпен ауыстырдық. Сандар қатарын өсу ретімен жаздық. Енді бізге сұрап отыр медианасын. Медиана, жаңа айттық, егер медиана сандар қатары тақ болса, қақ ортасындағы санды алуға болады. Демек, мынау бізде 5-еу ғой сандар қатары. Онда медианасы 3-тен 2-ге тең екен. Келесі есебіміз 1231 есеп. Айдың күнгей нүктесінде температура 130 градус дейді. Яғни температура Т1 деп қояйық, 130 градус дейді. Ал оған қарсы нүктедегі температура минус 170 градус дейді. Т2 минус 170. Берілген сұрақ температураның өзгеру құлашы неше градус дейді. Өзгеру құлашы деп ө-қы деп қояйық, өзгеру құлашын табамыз. Өзгеру құлашын біз білеміз, ең үлкенінен ең кішісін аламыз. Яғни көріп отырсыңдар ғой, біреу 170 градус минус таңбасын, яғни айдың екі бөлігіндегі ауа температурасы бір-біріне қарама-қарсы, бір жағында өте ыстық 130 градус плюс таңбасында, ал екінші жағында өте суық минус 170 градус. Сонда өзгеру құлашын тапқан кезде ең үлкені 130 градус минус алып тастаймыз минус 170 градусты. Тең 130 минус таңбамен жақшаны ашқан кезде бізде плюс таңба болады. 170. 130-ға 170-ті қоссақ 300 градус болады екен. Мінекей берілген есептің жауабын жаздық. Келесі есеп бізде 1232. Жүзім егілген 3 бақтың әрқайсысының ауданы 3 гектардан дейді. Яғни 3 гектар жер бар. Ана жерде 3 гектар, ана жерде және ана жерде. Барлығы 9 гектар деп түсінуге болады. Бірінші бақтан 18 центнер алады дейді. Мінекей. Мына былай деп қояқшы. Мінекей мынау бірінші бақ, бұның аумағы 3 гектар жер. 3 гектар. Бұның ішінен 18 центнер өнім алады. Екінші бақ, оның да ауданы осындай 3 гектар жер. Одан 21 центнер өнім алады. Үшінші бақ, оның да ауданы осындай 3 гектар жер, одан алатын өнім 15 центнер.
1 гектар жерден алынған жүзім өнімінің өзгеру құлашын табыңдар дейді. Олай болатын болса, біз әр гектардан, әр аумақтан, әр жерден 1 гектардағы өнімнің шамасын тауып алайық. 3 гектардан 18 центнер алса, онда бұның 1 гектарынан қанша аламыз? 10 табу үшін 18 3-ке бөлеміз 6 гектар. Демек, мына жердің әр гектарынан 6 гектардан өнім алынады екен. 6 центнерден өнім алынады екен. Екінші аралық 21-ді бөлеміз 3-ке. 7. Демек, 7 центнер ғой. 7 центнер алады екен екінші жерден. Үшінші 15-ті 3-ке бөлеміз. Болады 5. Демек, үшінші жерден 5 центнер өнім алады. Енді бізге өзгеріс құлашын сұрап тұр ғой. Демек, ең үлкені қайсы бізде? Ең үлкені 21. Өзгеріс құлашы деп қояқ. 21. Азайтамыз. 21 центнерде неше центнерді азайтамыз? 15 центнерді азайтамыз. 21-ден 15-ті алсақ 6. Демек, өзгеріс құлашы 6-ға тең екен. Келесі есеп енді С деңгейден қарастырайық. 1236 есеп. Қарашы айында дүкенге әр қайсысы 120 данадан костюм, пальто, көйлек және жейде қабылданды дейді. Ал бізге дүкенге 4 нәрсе келіп, соларды жазып қояқ. Бірінші пальто келген. Бұлар 100 дана штуктан. Екінші костюм келген. Ол да 120 штук келген. Үшінші көйлек жейде. Көйлек жейде. Әр қайсынан 120-дан келген ғой. Бірінші аптада осы киімдерден дейді. Костюмның 5-тен 3-і, пальтоның 0,75-і, көйлектің 2-ден 1-і және жейденің 3-тен 1-і сатылды дейді. Мынаның бәрі сатылды. Сатып алушылар үшін киімнің қай түрі мода дейді, және сатылған киімдер нешеу дейді. Пальто нешеу, әрқайсысын есептеп шығарамыз. Ал қазір мінекей есепте. Бірінші пальтоны есептеп алайық. 120 көбейту 0,175-ке көбейтеміз. 120-ны 0,175-ке көбейту деген сөз 175, 25-ке қысқарады, 4-тен 3 болады. Тең 120 мен 4-ті қысқартсақ 1, 30, 90. Демек, пальто 90 екен. Екінші 120-ны көбейтеміз 5-тен 3-ке. 120-ны 5-тен 3-ке көбейтсек 5, 24, 24-ті 5-ке көбейтсек 5 4-ін 20, 5 2 12. 24-ті енді 3-ке көбейтеміз 72. Бұл бізде костюм. 72 костюм. Үшінші көйлек 120. Көбейтеміз 2-ден 1-ге, бұл енді 60-ға тең. 120 мен 60 қысқарады. Төртінші жейде ғой. 120-ның 3-тен 1-і. 40. Демек, есепте бізде не сұрап отыр? Берілген осы киімдердің ішіндегі ең модасы қай киім дейді? Мода, қай киім мода болған дейді. Бізде қарап отырмыз. Пальто 90, 72 көйлек және 60, 40 сандары мінеке. Солардың ішіндегі енді модасын жазайық. Яғни пальто екен. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта енді біз комбинаторика элементтерінен алғашқы табалдырғы деп айтуға болады. Сол тақырыпты үйренетін боламыз. Біздің сабақтарымызды жіберіп алмай, арнамызға міндетті түрде тіркеле отырып, өздерің достарымен осы сабақтарды бөлісіңдер және пікірлеріңді қалдырып, қоңыраушаны басып, лайк қоюды ұмытпаймыз. Келесі де сабақта кездескенше.